Бүгінгі тақырыбымыз электр тоғы, тоқ көздері, электр тізбегі. Электр тоғы дегеніміз зарядталған бөлшектердің электр өрісі әрекеттен бағытталған реттелген қозғалысын айтамыз. Яғни бізде мынандай бір өткізгіш болса, бір сым. Оның ішінде бізде мысалға электрондар болсын. Еркін, бос деген сөз. Бізде мұнда потенциалдар айырымы пайда болғанда кернеу, яғни кернеу, олар реттеліп бір бағытта қозғала бастайды. Осы кезде бізде электр тоғы пайда болады. Тоқ деген сөз қазақша ағым деген сөз. Яғни зарядтар ағады. Электр тоғы деген электр ағады деген сөз. Қайталай айтамын. Электр тоғы дегеніміз зарядталған бөлшектердің бағытталған реттелген қозғалысы. Яғни олар бір бағытта реттеліп қозғалады. Электр тоғы болу үшін еркін бөлшектер болу керек. Біздің жағдайда ол электрондар, басқа жағдайда иондар болуы мүмкін. Екінші жағдай болу керек бізде электр өрісі немесе потенциалдар айырымы, мысалы плюс-минус. Потенциалдар айырымы кернеу бізде өріс пайда болады, зарядтар қозғала бастайды. Сонымен қатар электр тоғы болу үшін бізде тоқ көзі болу керек және электр тізбегі болу керек. Электр тоғы болу үшін тоқ көзі болу керек дедік. Сол тоқ көзі деген өткізгіштердің ұштарындағы кернеуді нөлге теңестірмей, оң және теріс зарядтарды бөлектеп тұратын арнайы қондырғы. Бұған мысал ретінде аккумуляторды айтуға болады. Мұнда бізде дрель, аккумулятор бізге тоқ береді, дрель жұмыс жасайды. Пауэрбандты айтуға болады. Біз күнделікті көріп жүрген батарейкаларды айтуға болады. Мұны бізде аккумулятор үлкен, автомобильге салатын. Мұны бізде күн энергиясы, пластиналар күн энергиясын зарядталады, сосын бізге тоқ береді. Немесе жел генераторлары. Бұлардың бәрі тоқ көзі болып тұрады. Ату айтқандай, бұлар тоқ беретін заттар, құрылғылар. Ал осы тоқ көзінен шыққан электр тоғын тұтынатындар күнделікті біз көріп жүрген, мысалы лампа, шам, телефон, смартфонда, кір машинасы, тоңазытқыш, электромобиль, дрон және тағы басқалар. Осылардың барлығы электр тоғын тұтынатындар. Жоғарыда айтқандай тоқ көзімен қатар электр тізбегі болу керек. Бізде суретте қараңыздар, шам берілген, аккумулятор яғни тоқ көзі, сосын кілт. Кілт деман тоқты айырып қосатын нәрсе. Сосын олар жалғастыратын сым берілген. Осыны электр тізбегі дейді. Электр тізбегі тоқ көзінен тұрады, жалғастыратын сымдардан тұрады, яғни өткізгіштерден, сонымен қатар тұтынатын құрылғыдан тұрады. Біздің жағдайда ол шам. Оны схемалық түрде былай көрсетеміз. Мына сурет бойынша. Шам деген бізде дөңгелек, ортасы крестеп сызылған. Тоқ көзі екі сызықтан тұрады. Ұзын жағы плюс болады, кіші жағы минус болады. Кілт бізде бана қосып айыратын өшіргіш. Ал мына сызықтар ол сымдар. Сонда тоқ бізде плюстен шығады. Осы бағытпен шамға беріледі, шамнан шығады, осы сым бағытымен жүреді. Мына кілт бізде бүйтіп кілтті жабамыз ғой. Осылай тоқ айналып, тұйық жүйе бойынша айналып жүреді. Сонымен электр тоғы болу үшін тоқ көзі болу керек, электр тізбегі болу керек, және ол тұйықталу керек. Сонымен ол зарядтан бөлшектер айналып, осылай жүріп, бізге тоқ береді. Жаңа мысалға сәйкес, электр тізбегінде элементтердің шартты белгілері болады. Біз мына кестеден қарайық. Бірінші кестені көріп тұрмыз. Шам. Бірінші ол шам. Бұны біздің шам, бұны шартты белгісі. Сымдарды жалғау, шартты белгісі. Сымдардың қиылысуы, шартты белгісі. Яғни біздер шамның суретін, сымдардың суретін, амперметр, вольтметр, аккумулятор салып тұрмаймыз. Бізде схемалық түрде шартты белгімен қысқа нұсқа белгілейміз. Клемма, яғни біздің розеткалар ғой. Кілтті, тоқты айыратын қосатын. Амперметр, амен, қоңырау, тағы сол сияқты вольтметр.
батарея яғни тоқ көзі, резистор ол кедергі, реостат кедергіні өзгеріп тұратын құрылғы, сақтандырғыш. Осыда бізде 12 шартты белгі бар. Осыларды қолданып біздер есепке байланысты схемасын сызып есептер шығарамыз. Келесі екі тізбек қарастырайық. Тоқты, бана ағатын тоқты өлшейтін құралды амперметр деп атайды. Амперметр тізбектей жалғанады. Міне тізбектей жалғанып тұр. А әріппен белгіленеді. Мұны бізде амперметрдің өмірдегі түрі, мұны бізде схемалық түрі А-мен. Қайталап айтайын, амперметр тізбектегі тоқ күшін есептейді, және ол тізбектей жалғанады. Келесі кернеу, және потенциалды айырымын вольтметрмен өлшейді. Ол тізбекке параллель жалғанады. Осыны еске сақтаңдар. Амперметр тізбектей жалғанады, вольтметр тізбекке параллель жалғанады. Тізбектей параллель. Амперметр аты айтып тұрғандай тоқ күшін өлшейді, вольтметр кернеуді өлшейді. Электр тізбегінің өзі сыртқы бөлік және ішкі бөліктен тұрады. Сыртқы бөлік ол жалғастырғыш өткізгіштер, яғни мына сымдар жалғастыратын. Сонымен қатар тұтынушы құрал, біздің жағдайда ол шам. Ал ішкі бөлігі ол тоқ көзінен және оның ішіндегі құрылымдық элементтерден тұрады. Қайталап айтамын, электр тізбегі сыртқы және ішкі бөліктен тұрады. Атап айтқандай, сыртқыларға ол сымдар жатады, тұтынушылар жатады. Ал ішкі бөлікке тоқ көзі және тоқ көзінің ішіндегі құрылымдық элементтер жатады.